Баршаңызға сәлем, қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Адам ағзасы 65% судан тұратындықтан күнделікті өмірде судың алар орны ерекше. Бала болсын, ересек болсын, күнделікті су нормасын орындау керек дегенді жиі естиміз. Бірақ оның зиянды әсері де бар. Су тіршілік көзі болғанымен нормасынан көп болып кетсе, адам ағзасына кері әсер етеді. Мысалы, ағзадағы су тым көп болып кетсе, жүрек және бүйректе жүктемесі 2 есе артады екен. Тым ыстық су ішсе, асқазанға ойық жараны немесе панкреатиттің бастамасын әкеліп соғады екен. Суық суды ішу асқазанға өте зиян. Өйткені ол асқазан мен ішкі құрылысты салқындатып, ішкі ағзалардың ауруларына жетелейді екен. Суық су ағзадағы ісіктерді пайда болуымен қатар, олардың өсуіне себепші. Өйткені асқазандағы майлармен араласқандықтан май қатып токсиндердің шығуы төмендейді. Ас ішкеннен кейін суық су мүлдем ішпеңіз. Себебі пайдалы заттардың сіңімділігін нашарлатып, асқазан ішек жолдарының жұмысын бұзады екен. Суық су тіске де зиян екен. Себебі тістің эмаль мен нерв талшықтарын ашып тастайды. Достар, әр өнімнің пайдасы мен зияны қатар жүреді. Пайдалы деп санаған астың құнарлығы төмендемес үшін белгілі бір уақытта, белгілі бір мөлшерде қолдану керек екен. Ақпарат ұнаса, жүрекшені басып, пікір жазып отыруыңызды сұраймын. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.